Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен красный бархат пирожныйның, яғни өзім мастер-класстан үйренген рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранымызға 1 шай қасық бояғышымызды салып, араластырып аламыз. Сосын ұнымызға какаомызды және де қопсытқышымызды немесе содамызды салып, құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға қантымызды салып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз да сосын 2-3 минут миксерлейміз. Қантымыз бен майымызды миксерлеп болғаннан кейін жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып миксерлейміз. Сосын сұйық майымызды құямыз. Одан кейін айранымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді 2 бөліп миксерлейміз. Миксерлеген кезде басында ақырында миксерлейміз, себебі ұнымыз шашылып кетуі мүмкін. Баста тесталарыңыздың түсі розовый болуы мүмкін, ол үшін уайымдамаңыздар, себебі піскеннен кейін ол өзі қызарады. Сосын 30-40 формамызға тестамызды құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді тестамызды 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Тестамыз піскеннен кейін пергамент қағазынан алып, суығанша күтеміз. Тестамыз суығаннан кейін енді теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Тестамыздың шеттерін бірдей етіп кесіп шығамыз, бірдей формаға келтіреміз. Осы қалған қамырларын кейін үгітіп оформлениесіне қолданатын боламыз. Ал егер сіздер басқа оформление қолданатын болсаңыздар, тесталарыңызға кремдеріңізді жағып болғаннан кейін шеттерін тегістеп кесіп шықсаңыздар болады. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Творожный сырымызға қант ұнтағын салып, 30 секундтай миксерлеп аламыз. Енді сливкімізді құйып, креміміз қоюланғанға дейін миксерлейміз, яғни 2-3 минут миксерлейміз. Ұзақ миксерлемеңіздер, себебі кремдеріңіз сұйық болып кетеді. Міне креміміз дайын. Креміміз осындай қоюлықта, яғни қасықтан тест оңайлықпен түспейтіндей болуы қажет. Енді пирожныйымызды жинаймыз. Осылай подложкамызге азырақ кремімізді жағып жібереміз. Сосын тестамызды қойып, қамырымызды үстіне кремімізді видеодағыдай жағып шығамыз.
Екінші қамырымызды қойып, оның үстіне де кремімізді жағып, тегістеп, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз, немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Менің пирожныйым тоңазытқышта 3-4 сағат тұрды. Енді осылай линейканың көмегімен 5 бөлікке бөліп аламыз. Пирожныйларыңызды кесетін кезде міндетті түрде пышақтарыңыз ыстық болсын. Ыстық суға немесе газға қойып ыстып аласыздар. Және әр кескен сайын жаңағы пышақтарыңызды сүртіп отырыңыздар. Сонда әдемі болып, пирожныйларыңыз тегіс болып кесіледі. Пирожныйымның екі шетін тағы да тегістеп кесіп жібердім, яғни әдемі көрінуі үшін. Сосын тағы да 3 бөлікке бөлеміз, сонда бізде 15 штук пирожный шығады. Енді пирожныйды өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен жаңағы қалған тестамды үгітіп, блендердің көмегімен соны қолдандым. Міне осымен біздің пирожныйымыз дайын. Жасап көріңіздер. Қонақ күткен кезде осыны жасасаңыздар, дастархандарыңыздың көркін келтіреді. Барлықтарыңызға ас болсын.